Демалыста көретін 3 кореялық фильм. Бірінші фильм ол "Игра киллеров" деп аталады. Мұнда бас кейіпкер бандит, ол өзінің бастығының орнына 10 жыл бойы түрмеде отырады. 10 жыл өткен соң түрмеден шыққан кезде ол өзінің қызы барын біледі. Сондықтан да ол қылмыс әлемінен кеткісі келеді, бірақ оның әріптестері, бастығы оның кеткенін қаламайды. Сондықтан да э, қызды ұрлау үшін киллерді жалдайды. Ал бұрынғы бандит қызын құтқару үшін бәрін қырып жоюға дайын. Екінші фильм "Я тебя жду" деп аталады. Мұнда маньяк 6 адамды өлтірген, соны ұстаймын деп жүрген детектив қайтыс болады, оны да маньяк өлтіреді. Бірақ тек детективті өлтіргені жайлы ғана дәлел табылғандықтан, ол бір адамның өлімі үшін ғана жауап береді маньяк, содан ол 15 жылға сотталады. Ал қайтыс болған детективтің қызы 15 жыл бойы осы маньякты күтіп жүреді, кек алу үшін. Өте қызық, көруге кеңес беремін. Және үшінші фильм, бұл жаңағы 2 фильмге қарағанда мүлдем басқа, бұл комедия және романтика жанрында "Бурлящая молодость" деп аталады. Мұнда 80-ші жылдар, бас кейіпкер қыз еркек шора, ол ұлдармен де қыздармен де төбелесуге дайын, одан еш қорықпайды. Дегенмен де ол мектепте бір жігітті ұнатады, ал мектепке жаңадан оқу шыққысы келеді де, сонымен жаңағы жігіт осы қызды ұнатып қалады, жаңадан келген қызды. Ал еркек шора қыз жігітті өзіне қарату үшін енді барын салады. Жібергісі келмейді басқаға оны. Сондай бір қызық фильм. Осы 3 фильмді бүгінгі демалыста көруге кеңес беремін.